И тез. И 1, 2, 3. Все, сағат 9 болды, тез жұмысқа аттану керек. Так, маған керек сәбіз, пшеница, так, картошка ше. Картошка, примерно... Жоқ, 5 слишком, 28, где-то нешеуін алайық. Так, 10 жетеді. Бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан. Достар, менің ағдамда 2 апта болды видео шықпағалы. Оның себебі мен лагерде болдым. Болды осы. Ал достар, бүгін мен ауыл фермері болып өз жұмысымды атқаратын боламын. Көп болды атқармалы, себебі көп болды дегенде түрлі нәрселер болды біздің ауылда, сондықтан атқара алмадым. Ал ендеше достар, кеттік, өз жұмысымызды атқарайық. Так, все. Тока мен мотыгамды алдым ба? Алыппын ғой. Все, кеттік достар. Мына сызық қайдан алынды? Егер де осы жителдердің істеген ісі болса бар ғой. Типа мен надан шықпауым керек, де? Жителдер! Мен бұны бұлай қалдырмаймын. Жител деймін. Жител. Еще игнор жасайын дедіңдер ма? Батыржан, бір нәрсе дедің ба? Неге мұнда менің үйім сыртында сызық тұр? Біздің ауылда бәрі ауырып қалды, тек сен ауырмадың. Сақта біз жұқтырмаушы сыздық. Достар, сонда біздің ауылдың бәрі ауырып қалған ба не? Аурулар. Достар, біздің ауылдың бәрі ауырып қалған, тока мен ауырмадым. Сондықтан шуға бар. Жител! Бәсе. Сондықтан енді маған мына кругтан шығуға болмайды. Точнее, квадрат па, круг па, немене бәле өзі. Достар, мен бұл кругтан шықпасам, онда қалай жұмысты істеймін? Енді мен жителдердің ауырып болғанын күтуім керек па сонда? Жителдерді ауырмайтын кезде ауырып. Енді не істеймін? Мына кругтың ішінде, яғни үйдің ішінде ішім пысады ғой. Енді мына кругта не істеймін? Мына менің үйімді тоқтай қоршаған ғой. Жителдер, енді мен жұмысымды қалай істеймін? Жител! Керендер. Енді не істеймін? Жител! Сосын айтшы, Батыржан. Жарайды. Ешкім назар аудармайды ғой. Жител, тоқташ. Не болды? Сендер шынымен ауырып жатсыңдар ма? Ауырып жатыр. Жарайды. Жител. Жарайды. Жител, мен кругымнан шық. Тез. Өздері айты, өздері кіріп жүрген ес. Батыржан, олар ауырып жатқан жоқ, олар сені алдап жатыр. Алдап жатыр де, Так, достар, мені жителдер алдап жатыр екен, сондықтан мен оларға бір сюрприз жасағым келіп тұр. Егер олар мені алдап жатса, онда мен де оларды кішкене алдап жіберейін. Мен оларға кішкене дайындаған онда сюрпризім бар. Так, достар, тока қазір оларды қарайық. Так, мұнда 2 бар. Енді ана жақты қараймыз. Жарайды, оны сосын. Мына жақта ешкім жоқ бекен? Так, ешкім жоқ. Енді тез өз сюрпризімізді алайық. Мен мартигамды, киркамды беріп тастаппын ғой. Жарайды, тапармен сындыра береміз. Так, тока қазір алайық. Менің не істейін деп жатқанымды тока мына видеода мен бәрін түсіндіргенмін. Мен өзімнің секретный сундығымнан заттар алайын деп жатырмын. Только киркамен емес, қазір топормен. Топормен. Так, ана жерде менде текстурадан дала көрініп тұр. Так, ал енді достар, тез ашайық. Міне мен сундығым. Так, достар, мен не істейін деп жатқанын түсіндіңіздер. Так, рычаг емес, бізге плита керек. Қандай ловушка жасайын деп жатқанын түсіндіңіздер. Тока мынаны немен жабам, жай тұра берсін. Мысалға, жердің астына мен не қоятын боламын? Динамит. Только енді достар маған дұрыстап тұрып, мына жақтан шығып кету керек.
Так, санда бізде жителдер тұр. Мында тығылайық мына үйдің артына. Олар әні ең үлкен ауылдары үйде тұрады, үшеуі де. Так, алдан тез ана үйдің артына тығылу керек. Так, жителдер походу байқамады. Ой, анда бір жител тұр. Так, алдан тез тығылу керек. 1, 2, 3. Так, достар, мені ешкім байқамады. Енді іске кірісейік. Мә, тоқа жителдер қырқамас екен осы уақытта. Так, тез. Ну, все, осынай болсақты жетеді. Енді мына жақтарды қазайық. Ну, примерно бір 5-еу жетеді. Но бірақ біз одан да көбейт жеріміз. Так, біздің ауылды главный астында не қорғап тұрады. Атыралайды бедірок. Сондықтан ол прям артқа шейін кетпейді. Ал енді шығамыз и плита қоямыз. Так, тоқа өзіміз бас кетпесек болды. Ну, вроде болды. Осы жетеді. Так, блин, мен ескі жақты ұмытып кеттім. Так, өзім шығып алу керекпін. Так, сындырамыз. Ну, все, енді абайлап шығамыз. Так, плитаны қой кетеміз и все. Упыс. Ну, походу бітті ма? Ойбай! Бітті. Я хотя бедро қорғап тұр. Енді тоқа... Батыржан! Ал енді достар, маған қашу керек. Но только жайлап. Ой, огород сынды. Ал енді так, әзірше қуып келе жатқан жоқ. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал маған қашу керек.